Иран бұл кішкентай мемлекет емес, бұл Сирия емес, бұл Ливия емес, Иранның мүмкіндігі бар. Зымырандар арқылы атқылау жақындап қалған сияқты. ақш болса қандай стратегия ұстануда? Бәрібір бір ушықтыру керек сияқты ақшқа таяу шығысты қайтадан бөлу үшін. Егер сырттан жау болмайтын болса, Иран жүйесі іштей ыдырайды. Таяу шығыста үлкен соғыстың несі құлағы көрініп тұрғаны айқын. Иран қандай мақсат көздеуде осы келіссөздерде? Армысыздар, құрметті көрермендер. Біз бүгін халықаралық қауіпсіздік саласындағы соңғы кездегі маңызды тақырып болған ақш пен Иран арасындағы ядролық бағдарлама бойынша келіссөздерді талқылаймыз. 2018 жылы ақш жалпыға ортақ іс-қимыл жоспары деп аталатын Иранның ядролық бағдарламасына қатысты уағдаластықтардан шыққаннан кейін процесс белгісіздік кезеңіне өткен болатын. Ал бүгінде тараптар ортақ тіл табысуға тырысуда. Біз бұл келіссөздердің қазіргі кезеңін, жалпы тараптардың нақты мақсаттарын және жақын арада ымыраға келу мүмкіндігін түсіну үшін студияға сарапшыларымызды шақырдық. Бірінші сұрақ, қош келдіңіздер сарапшылар. Бірден сұрақтарға көшейін. Бірінші сұрақ, мынау қазіргі келіссөздер жалпы кезеңін қалай сипаттар едіңіздер? Иран қандай мақсат көздеуде осы келіссөздерде, ал ақш болса қандай стратегия ұстануда? Бірінші айтқан кезде, енді қазір мынау таяу шығыстағы үлкен соғыстың қаупі көрініп тұр. Сондықтан әрине бұл жерде Иран Ислам Республикасы үшін өте бұл қауіпті. Сондықтан мынау соңғы Оман сұлтанаты арқылы жаңа сол делдалдық арқасында болған келіссөздердің барысында бір алдыға жылжуы бар. Біріншіден Иранның қазір Америка құрама штаттарынан сұрап отырғаны бұл қауіпсіздікке кепілдік. Ливия сценарийі, Ливия сценарийі және Ирак сценарийі қайталанбау үшін біздер қару-жарақтан программаны тоқтатамыз, бірақ біздерге қаншалықты гарантия бере аласың соң төңірегінде болып жатқан қазір қауіпсіздік кепілдіктер үшін ғана. Қауіпсіздік кепілдік сұрап жатқаны дұрыс, бірақ мына жерде Иранның позициясы бұл уранды ақш айтып жатыр ғой, сырттан байытып әкелген уранды қолдан сен тек қана атом электр станциясына қажет емес пе, сен ана жерде байытып не істейсің деген сияқты бұл алдын ала ресейге барды. Кеше енді халықаралық сол атом саласындағы сарапшылар 60%-ға дейінгі не қылды ғой, 90% болса, уже неге келеді екен атом қаруына жасауға. Бұның барлығы әдекең айтқандай таяу шығыста үлкен соғыстың несі құлағы көрініп тұрғаны айқын. Құрметті көрермендер, бағдарламаның ресми серіктесі Warm Home компаниясы. Үйлеріңіз және офистеріңіз жылы әрі жайлы болсын десеңіз, Warm Home компаниясының қызметтерін пайдаланыңыз. Warm Home компаниясы кез келген ғимараттардың, соның ішінде тұрғын үйлердің инженерлік коммуникациялық жүйелерін қамтамасыз етеді. Соның ішінде сумен қамтамасыз ету, вентиляция, канализация және жылу беру жабдықтарымен айналысады. Warm Home компаниясының қызметтері жайлы толық мәліметті осы видеоның астындағы сілтеме арқылы таныса аласыз. Өйткені ақштың ішкі саясаты күрделеніп жатыр. Бұны түрлі саламен экономикалық жағдайды халықтың көңілін сыртқа бұру және Иранды тұғырыққа тіреп тастау бір жола. Өйткені ар жағы Қытай бар ертең, Израильдің де талабы осы. Мынау енді
Иранның өз позициясы өзіне осы жерде бір сор болайын деп тұрған сияқты. Қысқаша айтқанда, мынау соғыстың соғыс қаупі бар дейсіз ғой. қаупі өте жоғары. Жағдай былай болып тұр ғой, сіз қарасаңыз, барлығы ақш пен Израильдің сыртқы саясатына байланысты, мысалы Европа елдерін өзіне тартып отыру үшін Ресейді құбыжық ретінде көрсетіп, сол аймақта Европаны тартып отыр. Таяу шығыс елдерінің бәрін Иранда алдында бір үлкен құбыжық. Сол арқылы парсы шығанағы Сауд Арабия болсын, мұнайын сорып, Америка өзіне тартып отыр. Ар жақтағы ASEAN елдері, ол да Америка жағында, ол жердегі құбыжық Қытай. Көрдіңіз ба әлемде? Ал бұл жерде өз позициясында ұстаған Ресей мен Қытай әрине Иранның осы қалпында сақталып тұрғанын қалайды. Өйткені Ресей ертең тікелей зымырандарды Ресей жібермесе де, мүмкін Ресей осы Иранға беруі мүмкін, және көп нәрседе Ресей көмектесіп жатыр. Ертең өзі жалғыз қалып кетпеуін көріп жатсыздар. Украина соғысында да Иран өзінің қолданған дрондар беріп жатыр, басқа беріп жатыр. Ал Израиль мен Американың мақсаты ертең Қытайға болатын жанжалдың алдын ала мұнайға деген жолды кесіп тастау. Сондықтан сөздің тоғыдары Қытай мен Ресей Иранға көмектеседі. Ол жайлы Иранның осы позицияда қалғанын қалайды. Соғыс болып кетсе, мұнайдың бағасы да... Мен бұл жерден соғыс болады деп ойламаймын. Біріншіден, қазіргі кезде халықаралық өте күрделі болып тұр. Біріншіден, мынау Трамптың келуімен басталған тарифтік соғыстар, сауда соғыстар, біріншіден Қытайдың экономикасына әсер ету, Қытай үшін бұл үлкен соғыстың қазір ешқандай қажеті жоқ. Сондықтан егер Қытай бұл жерде ашықтан Иран Ислам Республикасына бір көмек көрсететін алатын болатын болса, бұл әрине Европамен де басқа қалған аймақтармен де қарым-қатынастың нашарлауына алып келуі мүмкін. Ресейге қатысты, Ресейде бұл соғысқа араласа алмайды. Әрине Ресей мен Қытай үшін Иранның жүйесінің қалғаны тиімді, өйткені кезінде ойсыла деп біріктірді ғой. Бірақ енді Ресей қазіргі таңда негізгі мәселесі Украина мәселесі болып тұр. Қазір мынау сондықтан мынау Украина мәселесіне байланысты Ресей мен ақш-тың позициясының сәл мүдделері тоғысып тұрған кезде болған кезде, бұл жерде Америка Құрама Штаттарының позициясына қарсы келетіндей позицияны Ресей ұстанбайды. Сол себепті бұл бұл жерде соғыстың қаупі бар, бірақ үлкен деп айта алмаймын. Соғыс өйткені бұл соғысты болдырмауға ықпал ететіндер Европа елдері. Өйткені таяу шығыста үлкен соғыс болатын болса, мұнайдың бағасы өсетін болса, мұнайдың бағасы бұл Европа Былайген кезде Ресей, Европа одақ былайген кезде Америка Құрама Штаттарының толықтай тәуелділігіне келіп қалады. Сондықтан европалық дипломаттар әсіресе Израильге қарсы балама саясат ретінде Иранды мәселесін оң шешу деген мәселені көтеріп жатыр. Сондықтан енді соғыс қаупі бар, бірақ ондай қатты үлкен емес деп ойлаймын. Таяу шығыс мәселесінің пайда болғаны 80 жылдай болды. Жалпы таяу шығыстағы Европа елдерінде, Америка Құрама Штаттарында басты көздейтін мәселесі бұл Израильдің қауіпсіздігі. Аймақта Израильге төтеп қарсы тұра алатын немесе қауіп төндіретін мемлекет болмау керек. Сол себепті кезінде Саддам Хусейннің де жүйесі кетті, Муаммар Каддафи де кетті, кімде кетті, Башар Асад та кетті, оның әкесі Асадтың қалаған несі, бұның барлықтары анти-израилдік риториканы ұстанып отырғандардың, бұлардың ешқайсы Израильге қауіп төндірмеу керек. Сондықтан Израильге қауіп төндіретін мемлекет болса, бұлардың барлықтарының болашағы жоқ. Сол себепті қазір енді Иран анти-израилдік риторикадан бас тарта алмайды, бірақ бұрынғыдай мүмкіндіктері жоқ. Өйткені Иранның саясатының сол жерде қолшоқпары болатын Асад үкіметі жоқ. Екіншіден Хезболла мен Хамастың екеуінің шаруасы былайған кезде белгілі, бұлардың енді мүлдер жетпейді. Сондықтан Иран мейлінше әлсіреді бұл жерде, бірақ Иранның бұл жерде жүйе ретінде қалғаны кейбір не бойынша Америка Құрама Штаттары үшін өзін тиімді. Өйткені бұл соғысты болмайды деп айтатын себебім, өйткені бұл Иран бұл кішкентай мемлекет емес, бұл Сирия емес, бұл Ливия емес, Иранның мүмкіндігі бар. Күні кеше Американың сыртқы барлау қызметінің мәліметтері бойынша Иран Израильді жойып жіберетін қаруға күшке ие деп нелер бар. Сондықтан соққы болса тек қана бір белгілі объектілерге шектеулі соққылар болуы мүмкін. Сондықтан бұл режимнің қалуы өте тиімді.
бірақ режим шектеулі режим, жаңағы таяу шығыста өзіндік бір құбыжық функциясын орнап отырады. Бірақ толығымен Иранға қарсы үлкен соғыстың жүргізуге қазір Америка үшін де, Европалық одақ үшін де, ешкім үшін де тиімсіз. Бұл әлемдік экономика үшін тиімсіз. Жағдай осылай болып келді ғой. Осы күнге дейін жаңа басында айттық, аймақта Иранның тұруы ол парсы шығанақ елдерінің, Америкаға тәуелдігін, Сауд Арабиясының барлығы Ираннан қорқып ақш жағына жығылуына алып келіп тұрған еді. Бірақ осы жағдайда енді Иранның да позициясы, халқының өзі 90 миллионға жетті күшейіп жатыр. Израиль бәрібір бұған көнбей отыр. Бір жолата Иранды ойынан шығарып тастамақшы. ақш-тың да кейбір саясатына бұл қажет болып тұр, өйткені жаңағы қайталап айтайық, ақш-тың келесі ең басты мақсаты Иранда емес, бұл Қытай Халық Республикасы. Сауда соғысын өздеріңіз көріп жатсыздар. Сондықтан менің ойымша осы Иранды іштен, сосын мынау аудан зымырандар арқылы атқылау жақындап қалған сияқты. Жалпы осы келіссөздердің ілгерілеуі не болмаса сәтсіздігі таяу шығыс аймағындағы тұрақтылыққа қалай әсер етті? Сол сәтсіздікке апаратын сияқты. Мен ойлаймын, бұл жерде Иран келісімге барады. Өйткені қазір бұл өте тиімді. Бұл сырттан төніп тұрған қауіп. Иранның ішкі экономикалық жағдай нашарлағанына байланысты Иранның ішінде де жаңа үкіметке қарсы тенденциялар күшейіп жатыр. Сол кезде осы кезде жаңағы халықтың аузын біріктіріп ұстап отыру үшін сыртқы жаудың факторы өте маңызды. Сондықтан егер сырттан жау болмайтын болса, Иран жүйесі іштей дырайды. Сондықтан кеше мына Үндістан мен Пакистан арасындағы қайшылық болып жатқан кезде Пакистанның қорғаныс министрлігі былай деп жауап берді ғой: рахмет, Моди, сіз біздің халқымыздың аузын біріктірдіңіз деп. Сонда сыртқы жаудың алдында Иранның халқының жаңа режимнің төңірегін топтасуына өте үлкен пайдасын тигізіп тұрғаннан кейін мен ойлаймын, бұл жерде келісімге келеді. Иран бәрі көнеді. Оған демонстрация ретінде кеше француз кемелері, британ кемелері таяу шығысқа төңірегіне келіп жатыр. Израиль бүгін жаңағы Америка құрама штаттарынан жаңа F-35 деген самолеттардың былтыр 53 жаңа данасына заказ берген, соның 15 данасы келді, енді қалған жаңағы 25 данасы келеді деген жоспарлап отыр. Сондықтан үлкен соғыстың болуы екіталай, бірақ баршалықты демонстрация мускулов дейді ғой, мейлінше жаңағы кімнің Иранның мен дегенін қайтарып тастауға соған жаңа ықпал жасап жатыр. Ирандықтар парсыларынан кешіңіз, Иран парсыларының рационалды, олар келісімге келеді. Бірақ Иранның да қызыл сызығы бар ғой. Ол біз ақш-тың қойып отырған ультиматумы жаңағы түгелімен мына жердегі Ирандағы мынау ядролық қаруды байыту орталықтарын бәрін жабасын. Тек қана мен саған жаңағы қорапта бөлшекті әкеліп беремін, мынау уранды атом электростанциясына салсаң, осымен көнбей отырғаны Иранның осы жер ғой. Бұл жаған көнеттігінге екіталай. Осыны ол өзінде байытуға бәрі күш, соны сақтап қалды. Сол жағдайда әрине, өйткені атом қаруы былай келген кезде Иран үшін кепілдіктің ең негізгі кепілдіктің бір несі маңыздылығы болып тұр ғой. Бұған Американың да, Ресейдің де, Қытайдың да ешкім бұған Иранға кепілдік бере алмайтыны белгілі. Біріккен ұлттар ұйымы да кепіл бере алмайды. Сондықтан өз-өзіне кепілдік ретінде бұл атом қаруының болуы. Мысалы кезінде қарасаңыз, Украина мен Қазақстан бердік, ол не болды? Одан бөлек мына жерде мен Украина, Қазақстан демей ақ, мына Солтүстік Корея мысалы айтайық. Солтүстік Корея атом қаруы бар кезде қандай риторика еді, жоқ кезінде, қазір бар кезінде, қазір Солтүстік Кореямен ешкім текетірес істемейді. Мысалы, ол 10 ракета болсын, 10 ракетаның 9-ын қағып, біреуінің өзі түскен осы үлкен трагедия алып кетті. Сондықтан бұл жерде ешкім жаңағы тәуекелдікке бармайды. Иранның қызыл сызығы осы. Оның үстіне Израильдегі атом қару бар екендігін ешкім көндірмейді. Сосын енді Иран үшін бұл жерден тағы маңызды нәрсе бар ғой. Сол қызыл сызықты ұстап отырам деген себеппен Иран өзінің билігінен айырылып қалуы мүмкін ғой. Сондықтан бұл жерде режим үшін ең маңызды мәселе атом қаруынан уақытша бас тарта тұрып, Трамптың енді келуді мәңгілік емес қой. Асып кетсе 2 сроктан кетеді. Соған байланысты уақыт соза тұрып, бірақ дәл қазір Иран бұл соғысқа дайын емес, Иранға бұл тиімсіз. Сондықтан өзінің қызыл сызықтар дегенді бұл Иран шегере береді. Өйткені былай келген кезде жаңағы айттық қой, ешкім кепіл бере алмайды. Бірақ жүйенің алдында тұрған ең маңызды мәселе қазір жүйе өзін сақтап қалу керек. Егер қазір соғыс болғанның өзін Иранды құлдырататын болса, биліктегі жүйе кетіп қалады. Сосын жүйеге қазір маңызды мәселе өзін сақтап қалу керек.
Сол үшін өте тиімді момент болып тұр. Халқы айтады, міне көрдіңдер ме, біздерге мынау Израиль мүмкіндік бермей жатыр, араб елдері мүмкіндік бермей жатыр, ол сатқындық жасап. Мынау жаңағы ешкім Палестина мәселесін ойлап жатқан жоқ деп, халықтың бұрынғыдай ұстап отыруға өте тиімді. Ал енді соңғы сұрақ, осы келіссөздердің қорытындысына келетін болсақ, жалпы сіздер қандай даму сценарийлерін көріп отырсыздар? Ең алдымен осы бірлескен кешенді іс-қимыл жоспары деп аталатын құжатқа тоқталатын болсақ, соған оралу мүмкін бе жалпы? Ымыраға келудің қандай нұсқаларын айтар едіңіздер мысалы? Ымыраға келеді, өйткені Иран қазір саудаласатын мүмкіндігі жоқ. Оны былай қорғап қалады дейтін де күш жоқ. Ресей де бұған қазір Иранның жағына шығып, жаңа бір соғысады деген, глобал соғыс болады деген, оған да келмейді. Одан кейін өздерін байқап осында таяу шығыста Иранға былай потенциальный одақтас, таяу шығыс деп оңтүстік Азияда Иранға потенциальный одақтас деген Индияның өзі қазір Пакистанмен жағдайлары нашарлап жатыр. Сондықтан бұл жерде араға ымыраға түсіп делдал болып қалатындарының да функциясы әлсіреп жатыр, Қытайдың да. Сондықтан Иран бұл жерде мейлінше өзіне тиімді позицияны сақтап қалып, енді өзінше мейлінше тиімділік деген қазір айтып отырғандай емес, бірақ режим өзін сақтап қалатындай келісімге келеді, жеткілікті бір дәрежеде бір 10-15 жылға жететіндей бір гарантия алу мүмкін. Бірақ одан артық Иран бұдан дипломатиялық жолдан да, саяси жолдан да ешқандай пайда көрмейді. Наоборот, бұл Иранның ішкі режимінің ыдырауын бір 10-15 жылға мейлі шегеретін шығар. Бірақ түптің түбінде таяу шығыста Ирандағы жүйе өзгереді. Оның үстіне жаңағы айтқан қауіпсіздік кепілдіктерінің үстіне жаңағы санкцияларды қазір саудалап отыр ғой, мысалы, жеңілдету мысалы. Ол да біраз енді көмек қой, мысалы, сол саяси жүйе үшін мысалы. Сол саяси жүйе үшін Иран үшін үлкен жеңілдік, санкцияларын жеңілдетуін талап етіп отыр. Айтып отқанда жаңағыдай қызыл сызық Иранның ымыраға келуге ақш тарапы да мүдделі, Иран тарапы әрине мүдделі. Дегенмен барлық позицияны беріп тастамайды Иран. Мәселе осы жерде осының төңірегінде болып қалады. Уақыт ұту керек Иранға. Сол Иран мейлінше уақыт созу. Украинаға байланысты жаңағы Ресей мен батыстың арасында қарым-қатынас қандай болады, Қытайға қатысты қарым-қатынас қандай болады, соны мейлінше уақыт созу. Сосын американ саясатты сәл өзгере ме деген. Кеше Трамптың келгені 100 күн болды. Уже жаңағы негізгі американдық басылымдар карикатура ретінде 100 күндік қорытындысын шығарған кезде айтып жатыр. Енді мынау 100 күнде Америка экономикасы бірталай жаңағы бірнеше неден өтті, қиыншылықтардан өтті. Енді ары қарай азантай қалды, шыдаңдар, 1400 күндей қалды деген сияқтындай не шығарып жатыр. Сондықтан барлығы сондықтан бұл жерде соғыстың қаупі аздау, бірақ Иран енді сақтап қалады дейді, позициясы бірақ сақтай алмайды. Иранға қазір ең бастысы мынау жаңағы отырған молдалар солар өзінің жүйесін сақтап қалу керек болып тұр ғой. Не до Ближнего Востока, не до Сирии мәселе. Жақсы. Әлемдік саясатта хаоста бір жағдайлар қазір белгісіз болып тұр ғой. Бірақ дегенмен де мынаны қосып кеткім келеді. Қаншалықты мына таяу шығыстан баратын мұнайға батыс елдері ақш тәуелді болса да, осы келіссөздерді негізге ала отырып, бәрібір бір ушықтыру керек сияқты ақшқа таяу шығысты қайтадан бөлу үшін. Өйткені таяу шығыста үлкен мемлекеттер бар, бәрі бірін-біріне өте қатты жек көреді. Әрбір мемлекеттің ішінде тағы этникалық группалар бар. Құрттар деңіз, басқалар деңіз, арабтың ішінде друздар деген сияқты. Бұлардың өзі бір-бірін жек көреді. Таяу шығыс сондай бір аймақ. Ол ақш пен кім келіп бір-біріне айтақтатпаса да, ол бастан осы жағдайға тұрған. Сондықтан одан кейін босқындар қайда барады? Ресейге, арғы Европаға. Сол үшін ақш меніңше бәрібір кикілжіңнің туғызады деген ойдамын. Сондықтан бізге ең қажеті сол таяу шығыстан алшақтау болған дұрыс қой. Терең әрі жүйелі талдауларыңызға рахмет. Иранның осы ядролық бағдарламасы қазіргі геосаясаттың ең күрделі дипломатиялық түйіндерінің бірі болып тұрғанына біз көз жеткізіп отырмыз. Біз жағдайдың қалай дамитындығын бақылауда ұстап отырамыз деген үміттеміз. Тұрақты әрі енді оңтайлы шешім табылады деген үміттеміз. Жалпы осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Пікірлеріңіз болса біздің арнаға тіркеліп комментарий жазыңыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздерге рахмет.